Баршаңызға сәлем, сіздермен Айғаным, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге йогурттан жасалынатын чизкейктің рецептімен бөлісемін. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Керек заттар тізімін төменге мен описанияға қалдырамын. Алдымен йогуртымыздың үстіне қантымызды, және де ванильді қантымызды, крахмал, жұмыртқа салып, осыларды жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Бұл чизкейктің құрамы өте қолжетімді, дәмі де өте ерекше әрі дәмді болып шығады. Бүгін мен чизкейкті осындай формада пісіремін. Алдымен пергаментті қағазымызды осылай жұмсартып аламыз да, формамызға әдемілеп төсеп шығамыз. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пешке 60 минутқа қойып пісіріп аламыз. Міне достар, біздің чизкейк дайын. Мен алдымен бөлме температурасында толықтай суытып алдым да, кейінірек холодильникке 2 сағатқа қойып қойдым. Формадан бірден шығаруға болмайды. Үстін осындай жидектермен әсемдеп, үстіне қант ұнтағын сеуіп шықтым. Біздің чизкейк сондай әдемі болып шықты, дәмі де өте керемет. Жасап көріңіздер. Менің каналым ұнаса, видеома лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркеліп қойыңыздар.